Сәлеметсіздер ме, қымбатты 7-ші сынып оқушылары. Сіздерді өзін-өзі тану сабағында қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған әлеммен үндестік. Адам мен табиғаттың серіктестігі, адам табиғаттың бір бөлігі екендігін түсіну керек. Адамзат өзінің рухани жаратылысын ұмыту салдарынан тек өзінің материалдық қажеттілігін қамтамасыз етуге талпынуынан ғаламшарға үлкен зиян әкелуде. Қазіргі кезеңде адамдар өзі жіберген қателіктерінен өзі сабақ алып, қоршаған ортамен қарым-қатынасты жанашырлықпен жүзеге асыра білуі тиіс. Сабағымыздың тақырыбын аша түсуге сабағымыздың дәйек сөзі көмектеседі. Бүгін дәйек сөз ретінде шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың сөзін алдық. Қайнеки, бәріміз бірге оқиық. Тіршілікте табиғат пен адамнан ғажап, олардан құпия не бар? Балалар, енді дәйек сөздің мәнін түсінуге тырысайық. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Табиғат пен адамзаттың арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Табиғаттың байлығы барша келер ұрпақтың игілігі. Табиғат адамзатпен бір тұтас дүние. Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. Сабағымыздың тақырыбын ары қарай тереңірек түсіну үшін «Бұлақ сылдыры» атты аңыз әңгімесін тыңдауды ұсынамын. Қиыршық қызылқұм жолаушының бетіне тиеді. Керуеншінің шыққанына бірнеше күн болған. Ұзақ жүрістен, ыстықтан, желден шаршаған керуеншінің бірі ояу, бірі түйе үстінде мүлгіп келеді. Қанша күн жүргенін де есептемейді. Бір күні жолай аштықтан, шөлден әбден қалжыраған адам кездеседі. Ес-түссіз жатыр екен. Бірақ керуеннің алды бұл адамға назар аудармай өте береді. Сонда керуеннің соңында бір шал түйесінен түсіп, ессіз жатқан адамның қасына барады. Жатқан адам «Су» дейді. Аспан айналып жерге түскендей ыстық, аңызақ желмен сапырылған қиыршық құм сексеуіл түбіне ұйлығады. Шал торсығын алып, жатқан адамның беті қолын жуып, су ішкізеді. Әлгі адам есін жиған соң, шал оның алақанына қарап, «Сен менің жауым екенсің, бірақ шөлде бәріміз туыспыз. Мен қартайдым, сен жассың, су іште өмір сүр», дейді де түйесіне мінгізіп, керуеннің соңынан жіберіпті. «Өзіңіз қайтесіз?» десе, «Менің демім санаулы», дейді шал. Жолашы керуенді қуып жетуге ентелейді. Ұясына батып бара жатқан күнде адамның жақсылығы зая кетпесе екен дегендей ұзақ аялдайды. Бұл кезде жолаушы керуенді қуып жетеді. Шал ақ матаға оранып, құмға жата кетеді. Күндер, айлар өтіп, керуен кері қайтады. Жолаушыларға шексіз құмның арасынан шалқыған су көрінеді. Таяп келсе, көл жиегі көгөрай шалғын қамыс екен. Керуеншілер шал оранған ақ жамылғаны ғана байқайды. Бұлақтың нәзік сылдыры жүректі сипағандай сезіледі. Бұлақ адамға адамның жақсылығы жасаған жерінен пайда болыпты. Нәзік сылдыры жақсылықтың өшпес үні тәрізді. Енді әңгімеден алған әсерлеріңізді ортаға салып, бөлісу үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Шөл даладағы қарияның бойынан қандай қасиеттерді байқадыңыздар?
Адамның ізгі іс-әрекетіне табиғат қандай үндестік танытты? Өздерің жасаған жақсы істеріңнен басқалардың қуанған кездері естеріңізде ме? Әңгімелеп беріңіздер. Оқушылар, шығармашылық жұмысқа кезек берейік. Шығармашылық тапсырмалар өздеріңіздің сабақтан алған білім-біліктеріңізді іс жүзіне асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, сіздер тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Осылайша өз бойларыңыздағы құндылықтар мен адами қасиеттерді көрсете аласыздар. Тапсырмаларды орындап, өз мұғалімдеріңізге жіберіңіздер. Бірінші тапсырма. Бейне жазбаға назар аударыңыздар. Адамзаттың табиғатсыз үні жоқ, табиғаттың мұны айтар тілі жоқ деген нақыл сөздің мән мағынасын ашып, талдап көріңіздер. Давай. Давай, тост. Батырым. Балалар, отырған жерде ластағандарың не? Ата, мазаны алмай өз жолыңызбен жүре беріңізші. Мына қоқыс осында қалады. Өздеріңмен жинап кету керек. Ата, бізді өмірге үйретпей қойыңызшы. Тұрған жаныңызды тәрбиелейтін бала. Оның миыңдай ми болса, айналаны ластамас едіңдер. Не деп тұрмын кісі? Не деп кісі? Қой. Ата, сіз уайымдамаңыз. Қоқысты керек адам өзі-ақ жинап алады. Сіз өз жолыңызбен жүре беріңіз. Сипкаға баспен секіре ма? Уақыт бар ма? Натуре. Пайде жабық. Ата, не oldu? Жайлы. Бір өлең қосып жүрсіңдер, вообще четко болды. Қыздар, жігіттер, атаны қараңдар. Ата, осының не керегі бар еді? Өздерің айттыңдар. Керек адам өзі жинап алады деп. Маған керек. Бұл біздің жеріміз. Сондықтан ұрпағым үшін осы жерді кез келген қоқыстан тазалау менің міндетім. Бізді кешіріңіз, ата. Біз өзіміз жинаймыз. Келіңіз. Тәуелсіз ел ретінде біз улан байтақ жерімізді қорғап, болашақ ұрпаққа сақтауымыз қажет. Ертеде ата-бабаларымыз табиғатты өзінің асыраушысы, өмірінің мәні мен сәні ретінде қасиеттеп кие тұтқан. Түп бабаларымыздың бізден артықшылығы олардың табиғаттан бөлінбегендігінде. Адам мен жаратылыс арасындағы көзге көрінетін, көрінбейтін тығыз байланысты бұзбаған. Табиғатқа зорлық жасап, бермесін тартып аламыз деп қатыгездік көрсетпеген. Табиғаттың тепе-теңдік заңдылықтарын сақтауды бізден артық білгеніне күмәнім жоқ деп айта аламын. Ұжымдағы достық жобасының 4-ші кезеңі бойынша
төмендегі тапсырмаларды орындаңыздар. Жобаны орындап болғаннан кейін өзіңіздің және достарыңыздың өмірі қалай өзгергендігін ойлап, талдаңыз. Өз қорытындыларыңызды жасаңыздар. Жобаны қорғауда өз ұстаздарыңызды, ата-аналарыңызды, достарыңызды және көмек берген барлық адамдарды шақырып, жұмыстарыңызды көрсетіңіздер. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылайтында уақыт келіп жетті. Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді бойларыңызға сіңіріп, жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.